Баршаңызға қайырлы күн. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 9-шы күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде қайнатпа сорпа, пәтір нан және бисквитный рулет. Бүгінгі ауызашардың ас мәзірі сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен пәтір нанды жасайық. Ыдысқа 400 мл жылы сүт құямыз. 2 шай қасық қант салып ертіп аламыз. 1,5 шай қасық ашытқы салып, оны аздап қана араластырамыз. Сұйықтықты 5 минутқа аузын жауып жылы жерге қойып қоямыз. Бізде ашытқы осылай жоғары көтеріліп, көпіршіктеніп тұруы керек. 120 грамм ертілген сармайды және 1 шай қасық тұзды салып араластырамыз. (650-700 грамм) електен өткізілген ұнның жартысын салып араластырамыз. Қамыр осындай қою бола бастағанда сармайдың қалған бөлігін құямыз. Енді ұнды аз-аздан салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң, 2 бөлікке бөліп, 5 минутқа тындырып қоямыз. Қамырды 5 минуттан көп уақыт тұрғызбаңыз. Пәтір нан жұп-жұмсақ нан болып шығады, сондықтан оның қамырын жұқа етіп жаю керек. Қамырды жайып болған соң, шеткі бөлігін осылай безендірсеңіз болады. Нанның шетін бүріп болған соң, ашылып кетпеу үшін осылай шаншқымен басып шығамыз. Нанның ортасын осылай безендіреміз. Егер сізде мұндай зат болмаса, жай ғана шаншқымен безендіруге болады. Нанды жасап болған соң, бетіне сүт жағамыз. Жұмыртқаны бұл нанға жағуға болмайды. Бетіне осылай күнжітті салып шығамыз. Нанды жасап болған соң, бірден 180 градус қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Біздің нанымыз да пісті. Бұл нанның ерекшелігі өте көп уақыт бойы сақталады және соған қарамастан жұп-жұмсақ болып тұрады. Ал енді қайнатпа сорпамызды жасайық. Бізге керекті заттар: қойдың сүйегі, еті, құйрық майы, пияз, сәбіз, картоп, қызанақ, болгар бұрышы, тұз, қара бұрыш, зіре және су. Қазанға қойдың сүйегін, етін, құйрық майын салып, су құямыз. Қазанды отқа қойып, қайнатамыз. Ет пен сүйек суда қайнаған кезде осындай көбіктер бетіне шығады. Көбіктерді осылай сүзгіштің көмегімен алып отырамыз. Сол кезде сорпамыз тұнық, мөлдір болып піседі. Сорпа жарты сағаттай қайнап, оның бетіндегі көбіктерді бірнеше рет алып тастаған соң, сәбіз, пияз және дәмдеуіштерді саламыз.
Сорпаны қозғап, осылай бетін қиялатып ашып тағы да 1 сағаттай қайнатамыз. Біздің сорпамыз қайнағанша бисквитный рулет жасайық. Бисквитті жасап жатқан кезде қолданып жатқан бүкіл заттар құрғақ болуы керек. Ең алдымен 4 жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Жұмыртқаның сарысын қанттың жартысын салып көпіртіп аламыз. Рулеттің рецептін описанияға қалдырамын. Жұмыртқаның сарысы қою көбікке айналған кезде 4 ас қасық жылы су құямыз. Ыстық немесе суық су құюға болмайды. Ал енді жұмыртқаның ағын қалған қантты салып көпіртіп аламыз. Бізде осындай тығыз масса шығуы керек. Енді су қосылған жұмыртқаның сарысын осы жұмыртқаның ағымен араластырып аламыз. Біркелкі болып араласқан соң, 150 грамм електен өткізілген ұнға 1 шай қасық қопсытқыш салып, дайындап қойған сұйықтыққа аз-аздан салып араластырамыз. Бисквиттің қамырын көп қозғаудың қажеті жоқ. Егер көп қозғайтын болсаңыз, бисквит өз объемын жоғалтады. Бисквиттің қамырын 4 бұрышты қалыпқа салып, 180 градус қызып тұрған духовкада 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Бетін осылай тегістеуге болады. Міне, біздің бисквитіміз де пісті. Ыстықтай бисквитті қалыптан алып, орамалмен ораймыз. Бисквитті суығанша орамалдан алмау керек. Ал енді рулеттің кремін жасайық. Өз қалауыңыз бойынша бисквиттің арасына тосап салсаңыз да болады. Мен 30 грамм сары майға 70 грамм вареная сгущенканы аз-аздан салып араластырдым. Менде осындай қою крем дайын. Біздің бисквитімізде суыды, енді орамалдан асықпай аламыз. Крем жақпастан бұрын бисквитке пропитка жасауға да болады. Крем жағып, рулетті орап шығамыз. Бисквит суығанша ашылып кетуі мүмкін, сондықтан пищевая пленкамен осылай орап қою керек. Дайын болған рулетті тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Біздің сорпамыз 1 сағаттай қайнады. Сорпаға картоп, болгар бұрышы, қызанақ салып тағы да жарты сағаттай қайнатамыз. Қайнатпа сорпамыз да дайын. Біздің бүгінгі ауызашардың 9-шы күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас мәзірі сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, келесі кездескенше.